Ең дұрысы родной 4 байтал алу керек та. Көктемде үйірге қосып жіберу керек қой. Келесі жыл 8 болады. Еркектерін бәрін байлайсың, бурдаққа кіргізесің. Малға қызығатын роднойың. Қанша ақша кетеді оған? Ары кеткенде миллион кетеді. Просто қарашы, мал деген ол живой банк қой. Алдыңда миллиондар шауып жүр. Басын сізде қоймай айналыссайсың. Біз көшеде Қайырғали бар ғой. Тышқақ лағы жоқ еді ғой оның. Жездесі 10 қой берді, айналысып көрші. Қазір 2 адар қой бар, 500-500 де 1000 қой. Нивамен бағып жүрек көшең басында. Братан, он ертең мал алғаннан кейін қақа жаясың, жаятын жер жоқ па? Жақсы болды ғой қазір. Аманат партиясы 5 миллион гектар жерді қайтарды ғой, жайылым жерді. Ауылдағылар қарқ болып жатыр. Малың бар, өзің жайылып кетесің. Болмаса ешкі ұстасайсың. Көктемде келеді, сырбаз, мырбаз, көкпар басылады, көкпарға жібересің. Текелерді ма? Жылып ақ кетеді көкпаршылар. Ешкінің сүті де бәледей тұрады. Кішкентай балаларға жақсы ол. Келіншегіңе салдырып қоясың, қарап жатасың ғой. Мына қолды көрдің ба? Езіп жібереді мынау. Ауылда біраз қорқады, қол сасып аманда соны. Асауалын деп қойды астын. Өзіңіз немен айналысасыз көке? Мен қаладымда квартиралап беремін ғой. Малмен айналыспайсыз ба сонда? Малмен көтерілген ғой. Жақсы малды ой көке. Давай енді ме. Айбай, рахмет аға. Бір шақырдар, бір сырбаз болса. Бол да. Қаланың еттері болмай жүр. Давай.